ертеде бір анасы мен баласы болыпты. Олар кедей өмір сүреді. Бір күні олар отын іздеуге орманға барады. Отын жина шаршап жолды бойында тұрған жартасқа жетеді. Бір кезде жартас ортасынан қар жарылып ашылады. Ішінде толған алтын мен асыл тастар екен. Кенеттен дауыс естіледі: қорықпа, кіріп ұмытқан заттарыңды ал. Бірақ есіңде болсын, өзіңнің ең асыл затыңды ұмытпа. Анасы қалтасында заттарында салып жатады. Сонда дауыс есік жабылады дегенге сыртқа қашып шығады. Алайда баласы ішінде қалып қойғанын түсінеді. Анасы жылдар бойы жылаумен күтеді. Есік тағы ашылғанда баласы ішінде ойнап отырғанын көреді. Оны қатты құшақтап, ең асыл зат үнемі қасында болғанын түсінеді. Әрбір анаға баласынан артық еш нәрсе жоқ.